Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдаушылар? Ағылшын тілі 25-ші сабақ. Сабақтың тақырыбы Review Lesson. Some және any. Some есімдігі болымды сөйлемдерде, ал any есімдігі болымсыз шарт және сұраулы сөйлемдерде қолданылады. Бұлар бірнеше кез келген қандай да бір деген мағыналарды береді. Мысалы, Sarah has some difficult questions. Сараның бірнеше қиын сұрақтары бар. Do you have any questions? Сұрақтарыңыз бар ма? My brother doesn't like any meat. Менің ағам ешқандай етті ұнатпайды. Ағылшын тілінде бір заттың бар екендігін сипаттау үшін there is және there are тіркестері қолданылады. Екі тіркестің де мағынасы бір, тек жекеше және көпше түрдегі формалары бар. Мысалы, there is an apple on the table. Үстелдің үстінде алма бар. Exercise 1. Rewrite and write sentences. Сөйлемдерді дұрыс құрып жазыңыз. Мысалы, there are 10 pears in the bag. Exercise 2. Write a, an, some or any. A, an, some or any есімдіктерін қажет жерге қойыңыз. Мысалы, is there a milk in the crystal glass? Exercise 3. Complete the sentences looking at the picture. Суретке қарап, сөйлемдерді толықтырыңыз. Мысалы, the lamp is on the desk. Берілген сілтемеге кіріп, тапсырмаларды орындайсыздар. Thanks for attention. Goodbye.